Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода үй аластайтын адыраспан жайлы айтатын боламыз. Адыраспанның сіз білмейтін емдік қасиеттері бар. Видеомызды соңына дейін қарап, каналыма жазып, лайк басып кетіңіздер. Адыраспан түйе табанында тұқымдасына жататын көп жылдық өсімдік. Сабағы мен гүлінде у болады. Ол сасық иісті дәрілік шөп болып саналады. Биіктігі 30-80 см. Тау беткейлерінде, жолбайында, жазық далада өседі. Қазақстанда оның 3 түрі бар. Гүлі ақ, сары түсті. Мамыр-шілде айларында гүлдейді. Бұрынғы заманда адамдар табиғатпен тығыз байланыста болды. Олар шөптердің қасиетін жақсы білетін болған. Адыраспан орталық Азияда жиі өсетін шөп. Ұлы болғандықтан мал жемейді. Адамдар 4 түлік мұны неге жемейді деп оған назар аударсақ керек. Оның ерекше қасиетіне сенген дейді. Адыраспан қандай ауруларға ем? Адыраспанның бұтағы, жапырағы мен гүлі емдік мақсатта пайдаланады. Атақты ғалым дәрігер Әбу Әли ибн Сина оны 8 көз қабығын кезде шаншуды басатын дәрі ретінде қолданылыпты. Халық емшілері адыраспанды ревматизм, қышыма және басқа да тері ауруларын емдеуге пайдаланады. Оның шөбінен қайнатып жасалған тұнба суық тигенде безгек ауруларына, нерв жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына ем болып саналады. Адамдар оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді. Әрі жұқпалы сырқаты бар адамдар жатқан бөлмені залалсыздандырады. Адыраспанды зерттеу барысында оның құрамында гербалин бар екені анықталған. Неврология, миопия және басқа жүйке ауруларын емдеуге қолданылады. Шөптің құрамы микробтарға қарсы күресуге мүмкіндік береді. Адыраспан үйді жын-шайтандардан тазарта ма? Бұл шөпті қазақ киелі өсімдік деп санайды. Сондықтан халық арасында оны бәле-жаладан сақтайды деп үйдің ішіндегі көрнекілеу жерге кереге басына іліп қояды. Ал жаңа үйге кірерде босағаға жын-шайтан мүлдем жоламасын деп адыраспанмен аластаған. Сонымен қатар жын-шайтандардан тазарту үшін адыраспанның бір бұтағын отқа салып тұтатып үйді аластайтын болған. Адыраспанды көп мөлшерде қолдану адамды транс, естен айыру жағдайына түсіруі мүмкін. Адыраспан көп жерде өседі. Сондықтан бұл шөптің фармакологиялық қасиеті бар жоқтығын анықтау үшін зерттеу жұмысын жүргізу қажет болды. Адыраспанның зиян жақтары у ретінде қолданылады. Бұрынғы заманда моңғолдар адыраспанды у ретінде пайдаланған көрінеді. Олар оны жауының ұлттарығын жаққан. Бірнеше күннен соң адам өлген. Ұлт азаттық қозғалысынан қолбасшы батыр шешен Сырым Датұлын адыраспанмен улады деген дерек бар. Батырдың үзеңгісіне осы уды жаққан. Сырым Датұлы у табаны арқылы жұққанын білген кезде жанындағыларға аяғын тізесіне дейін шауып тастауды ұсыныпты. Бірақ батырдың аяғын шабуға ешкімнің батылы бармаған. Салдарынан отарлау саясатына қарсы күрескен қолбасшы қаза тапқан екен. Сондықтан адыраспанның емдік қасиеттері өте пайдалы. Сіздер білесіздер ме адыраспанның қандай неге пайдалы екенін? Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге бұдан да қызықты ақпараттар беретін боламын.